Барлықтарыңызға сәлем. Бестің шайына өте дәмді пирог дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып аламыз және үстінен майымызды, қантымызды салып араластырамыз. Барлығын бір келкі араластырып болғаннан кейін ұнымызды саламыз. Ұнымыздың ішінде разрыхитель араласқан. Барлығын бір келкі араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Бізге начинкасына осындай вареный сгущенка керек болады. Сіздер өздеріңізге ұнайтын фирмадан алсаңыздар болады, бірақ өте сұйық болмауы керек. Қамырымыз өте жұмсақ, оны екіге бөлеміз және ұн сеуе отырып 24 диаметр формаға жаятын боламыз. Енді ішіне вареный сгущенкамызды салатын боламыз. Бәрін жағып шығамыз және қалған бөліктегі қамырды бетіне узор ретінде жасаймыз. Қалған бөліктегі қамырымызды жаямыз және оны ұзын етіп кесеміз. Осылай етіп өз қалауларыңыз бойынша жасап шығасыздар. градуста 30-35 минут пісіреміз. Өз пештеріңіздің тілдеріне байланысты уақыты көбеюі немесе азаюы мүмкін. Пирогымыз осылай қызаруы қажет. Пирогтан кольцоны шешіп аламыз. Шаймен ішуге өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда көптеген рецепттер болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған қымбат.